Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бөлісетінім ұйғыр самсасының рецепті. Қамыры қатпарлы, қытырлақ, әрі асқазанға өте жеңіл келеді. Рецепті өте қарапайым, әрі өте оңай дайындалады. Соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдымен біз жылы суға тұзды салып езіп аламыз. Және ұнға ашытқы және жарты шай қасық сода салып араластырып алып, жұмыртқаның ақ уызын қосып, суменен қамырды илеп аламыз. Қамырды жұмсақтап илеп, бетін жауып ашытып қоямыз. Қамыр ашығанша салмасын даярлаймыз. Салмасына бізге фарш керек болады. Және де майдалап туралған пиязны қосамыз. Және азырақ қойдың құйрық майын қосамыз. Және дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Зіра саламыз. Және жақсылап араластырып аламыз. Және азырақ су құйып араластырып дайындап қоямыз. Біздің қамырымызды ашып дайын болды. Қолымызбенен басып астақтайға алып, арасындағы ауасын шығарып аламыз. Содан соң ұн сеуіп отырып, оқтауменен ұзыншақтап жайып аламыз. Қатты жұқатпай осындай ұзыншақ қылып жайып, бетіне май жағып қойып қоямыз. Қойдың құйрық майы немесе сұйық май жақсаңыздар да болады. Содан соң 5-10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Содан соң бетіне пленканы алып, алдымен жіңішкелеп кесіп аламыз. Енді қолымызбенен майды жағып отырып, бір жағынан құйрық майды жағып отырып, бір жағынан қолымызбенен созып отырамыз, жұқартып отырып, созып отырып, бір шетінен бастап рулет қысап ораймыз. Неғұрлым жұқа болса сонша жақсы, қолымызбен басып, созып отырып жұқалаймыз. Аз-аздан орап, үзіп алып отырамыз. Яғын басында ақсы сәл жалпақтау болып кесілген екен. Жіңішкерек кескеніміз жақсы болады. Созып отырып, жұқартып отырып, дәл осындай орап. Көріп отырғандарыңыздай, осындай үлкендікте болса болғаны. Рулеттің барлығын орап дайындап алған соң, бетін жауып қойып, енді бір шетінен бастап жасаймыз. Қолымызбенен басып, жұқартып аламыз. Немесе оқтауменен жайып жұқарсақ та болады. Содан соң аз-аздан салмасын салып, күйеміз. Манты түйгендей етіп күйіп шығамыз. Күйген жағын астына қаратып, формамызға сала береміз. Енді барлығын жасап, формамызға салып болғаннан кейін бетін пленкамен жауып, тағы екінші рет ашытып аламыз.
20 минуттай ашытып қоя тұрамыз. Духовканы 15 минут бұрын қыздырып қоямыз. Содан соң бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Және де ақ қара күнжіттер сеуіп шығамыз. Содан соң қызып тұрған духовкада 200 градуста 20-30 минут шамасында пісіріп аламыз. Қамырдың сырты қытырлап пісқанмен іші сондай жұмсақ, қатпарлы, асқазанға өте жеңіл келеді. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтын нәрсені. Мені жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.